Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 9-ші сабақ, тақырыбы ақ-лақ. 1-ші тапсырма. Суреттегі төл туралы 3 тапсырмаға жауап беріп көр. Лақ сөзін қайда, қай жерден естідім? Лақ сөзі мен ауылда ата-әжемнен естідім. Сондай-ақ ертегілер кітабынан және жануарлар әлемі туралы хабарлардан көрдім. Лақ сөзі көз алдыңа нені елестетеді? Лақ сөзі менің көз алдыма ешкінің кішкентай сүйкімді секіріп ойнайтын, өте пысық әрі ерке түрін елестетеді. Оның түсін, көзін, пішінін сипаттап алда оқитын мәтіннің не туралы екенін болжа. Суреттегі лақтың түсі ақ, құлақтары салпиған, кішкентай мүйіздер бар, көздері мөлдір, қара әрі мейірімді, пішіні кішкентай, өзі өте сүйкімді, жасыл шөпті сүйсіне жеп тұр. Менің ойымша алда оқитын мәтін осы кішкентай ақ лақтың басынан өткен қызықты оқиғасы немесе оның достары туралы болады. Бердібек Соқпақбаевтың ақ-лақ атты мәтінін балалар өздерің оқып аласыңдар. Мәтін не туралы болды? Мәтін атасының ауылына қыдырып келген Ораз есімді бала мен ауырып қалған кішкентай ақ-лақ туралы. Ауылдағы төлдермен ойнап жүрген Ораз аршаның көлеңкесіне қозғалмай жатқан ақ-лақты көреді. Басында оны жалқауланып жатыр деп ойлағанымен, жанына барып көтергенде лақтың тамағы ісіп кеткенін байқады. Апасы лақты әбден тексеріп, оны жылан шағып алғанын айтады. Ораз лақты аяп, оған не істерін білмей шошынады. Негізгі идеясы жануарларға, төлдерге қамқорлық жасау және оларға мейірімділік таныту. Мәтін балаларды айналадағы тіршілік иелеріне байқағыш, сезімтал болуға және қиындыққа тап болған жануарларға көмектесуге үйретеді. Себебін анықтамай тұрып, лақты жалқау деуі бірден шешім шығармау керектігін ұғындырады. 3-ші сұрақтар. Ораз басында ақ-лақты неліктен жалқау деп ойлады? Өйткені лақ басқа төлдер сияқты секіріп ойнамай, 4 аяғын бауырына алып, көлеңкеде қозғалмай жатты. Ақ-лаққа не болған екен? Оны жылан шағып алып, тамағының асты ісіп кеткен. Лақтың ауырып қалғанын білгенде Ораз қандай сезімде болды? Ол лақты аяп, енді қайтеміз деп шошынды. Оны бауырына басты. Балалар, жануарлар біздің досымыз. Төлдер де кішкентай бала сияқты нәзік келеді. Олар да ауырады. Оларға әрқашан қамқор көзбен қарау керек, байқағыш болу. Егер Ораз лақтың қасына барып қарамағанда, оның ауырып жатқанын ешкім білмес еді. Сондықтан айналамызға әрдайым зейін қойып жүруіміз қажет. 3-ші тапсырма. Мәтіндегі оқиғаны төмендегі ретпен әңгімеле. Малшы ауылда, сүп-сүйкімді төлдер, ақ-лақтың жайы, дәрігерлік көмек. Ораз көктем шығып, айнала көгерген уақытта атасының ауылына қыдырып келеді. Ауылдың табиғаты өте тамаша екен. Сүп-сүйкімді төлдер. Мұнда ол күншуақта секіріп ойнап жүрген бұйра қозылар мен құйрығы селтеңдеген сүйкімді лақтарды көріп, олармен бірге ойнап сергіп қалады. Кенет Ораздың көзі үйдің артында аршаның көлеңкесінен қозғалмай жатқан кішкентай ақ-лаққа түседі. Оны көтеріп қарағанда тамағының асты ісіп кеткенін көреді. Апасы оны жылан шағып алғанын айтады. Лақтың жаны ауырып тұрғанын білген Ораз қатты шошынып, оны бауырына басады. Олар лаққа көмектесу үшін мал дәрігерін күтеді. 4-ші тапсырма. Ораздың іс-әрекетіне өз көзқарасını білдір. Маған Ораздың іс-әрекеті өте ұнады. Ол өте мейірімді, жанашыр бала. Лақтың ауырып жатқан көргенде бейжай қалмай, оны бірден апасына көрсетті де, оған көмектесіп келді. Ораз сияқты жануарлар әрдайым қамқор болуымыз керек. Немесе Ораз өте жақсы іс жасады. Ол кішкентай лақты аяп, оны бауырына басты. Оның байқағыштың арқасында ақ-лаққа дер кезінде көмек көрсетілетін болды. Мен Ораздың бұл әрекетін қолдаймын. 5-ші тапсырма. Жақсы көретін күшігін жарақат алды дейік. Сен не істейсің? Суреттерге қарап сөйле. Егер мен жақсы көретін күшігім жарақат алса, алда мен оған жақындаймын. Содан кейін ветеринар дәрігерге хабарласамын. Дәрігердің кеңесін тыңдаймын. Күшігіме су мен тамақ беріп күтім жасаймын. Оның тезірек жазылып кетуіне көмектесемін. Күшігіме қамқорлық жасаймын. Ауылдағы, жайлаудағы мал төлдерінің балалардың және қамқорлық жасап жатқанын байқауға болады. 6-шы. Мәтінге сүйеніп, сурет бойынша 3 сөйлем жаз. Балалар жайлауда жас төлдерді бағып, оларға мейіріммен қарап жүр. Қыз бала кішкентай лақпен қозыны сипап, мәре-сәре болуда. Ұл бала болса, құлыншақтың мойнынан құшақтап, онымен ойнап тұр. Немесе жасыл бөктерде бота, бұзау, құлыншақ және қозы лақтары жайылып жүр. Қызыл көйлекте қыз сүйкімді ақ-лаққа жақындап, оны еркелетті. Алыста таудың етегінде қазақтың киіз үй мен әдемі табиғат көрінеді. Қысқаша айтқанда, ауылдағы жайлауда малдың төлдері өріп жүр.
Балалар төлдерді өте жақсы көреді және оларға қамқорлық жасайды. Көк майса шөпте лақтар мен құлыншақтар ойнақтап жүр. Балалар, бүгін біз ақлақ мәтінін оқи отырып, жануарлар қалай қамқор болу керек екенін білдік. Сабақ аяқталды.